Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз қазақ тілінен 41-ші сабақты өтеміз. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Бірінші тапсырма, бізде 40-шы тапсырмада мәтінді тыңда деп тұр. Мәтіннің барлығын оқып шығамыз. Бұл жерде 19-шы сөз деген мәтін көрсетілген. Енді сұрақтарын оқимыз. Мәтіннің негізгі тұсын белгілеп ал. Сол бойынша мәтіннің мазмұнын айт, мәтіннің мазмұнын топта талқылаңдар, мәтіннен бірыңғай мүшелерді тап. Енді бұл жерде бірыңғай мүшелерді табатын болсақ, естіп, көріп, ұстап, татып, ескерсе. Келесі бірыңғай мүшеміз жақсы, жаман. Келесі үшінші бірыңғай мүшеміз білгені, көргені. Келесі естіп, білген. Келесі шайқақтап, шалықтанып деген, не салбырап, салғырттанып деген бізде бірыңғай мүшелер болып табылады. Бірыңғай мүшелер бізде үтірмен көрсетіледі, не болмаса шылау арқылы көрсетіледі. Енді бұл жерде мәтіннің барлығын оқып шығып, мәтіннің қысқаша мазмұнын жазып өтеміз. Бұл жерде адам баласы өмірге келгенде есті болып келмейді. Ол жақсы мен жаманды тани жүріп білім жинайды. Есті дана адамдардың айтқан сөздерін әрқашан тыңдап, оны өмірде қолданса, жаман нәрседен сақтанса ғана жақсы адам бола алады. Есті, ақылды сөзді тыңдағанда үнемі назар аударып тыңдау керек. Ал салғырттанып тыңдаса, ол сөздердің пайдасы болмайды. Бұл жерде мәтіннің қысқаша мазмұны жазылған. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Өлеңді көшіріп жазып, тыныс белгісін қой. Бұл жерде бізде Матай, Мақан, Алтай, Ақан, Жантай, Жақан, Қаныш ағам бар. Қанша ағам бар деп тұр. Өлеңдегі сұраққа жауап бер. Бұл жерде Матай барлығы адамдардың аттар болып тұр. Сондықтан бізде осы жерлерде үтір қойылады екен. Бұл жерде барлығы 7 ағасы бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ағасы бар. Енді келесі тапсырма сызба бойынша бірыңғай мүшелері бар сөйлем құрап жаз. Бұл жерде бастауыш және бастауыш келесі баяндауыш болу қажет, бір баяндауыш. Ал бірінші, екінші бастауыштан кейін үтір жазылу керек. Бұл жерде аман, асан және аңсар. Яғни үтірсіз жазылу үшін бізде және деген шылауды қолдандық. Келесі бізде баяндауыш ойнап жүр. Келесі көбелектер мен аралар, еліктер ұшып жүр. Не істеп жүр? Ұшып жүр. Баяндауыш. Келесі Мирас пен Мансұр. Бұл жерде бастауыш және шылау арқылы пен деген шылау арқылы бөлініп тұр. Яғни үтірсіз жазылып тұр. Келесі жүзді, не істеді жүзді, не істеді сүңгіді. Енді келесі тапсырма сөйлемдерді құрамындағы сөйлем мүшелеріне қарай сәйкестендір. Бірінші тапсырма бізде бүгін жаңбыр жауды. Не істеді? Жаңбыр жауды. Қашан? Бүгін. Демек, бұл бізде дара мүшелі болып табылады. Келесі қорықпаймын енді мен аңызақ желден бораннан. Неден? Желден, бораннан деп тұр. Бұл бізде бірыңғай мүшелі болып тұр, сондықтан бірыңғай мүшеге сәйкес келеді. Келесі түні бойы аяз қаһарына мінді. Не істеді? Мінді. Демек, бұл күрделі мүшеге сәйкес келеді. Енді келесі тапсырмада төмендегі сұрақтарға жауап бер, тапсырмаларды орында. Бірінші тапсырма сөйлем мүшелері дегеніміз не? Сөйлем мүшелері дегеніміз сөйлем құрауға қатысқан толық мағыналы белгілі бір сұраққа жауап беретін және сөйлемдегі басқа сөздермен байланысып тұратын сөздерді атаймыз. Сөйлем мүшелері бізде тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелер болып екіге бөлінеді. Тұрлаулы мүшелер дегеніміз сөйлем құрауға негіз болады. Тұрлаусыз мүшелер өздігінен сөйлем құрай алмайтын, тек сөйлемдегі ойды толықтырып тұратын мүшелерді атаймыз. Енді екінші сұрақ бізде тұрлаулы мүшелерді ата. Тұрлаулы мүшелер бастауыш және баяндауыш болып келеді. Сөйлемде айтылған ойдың иесі болатын мүшені бастауыш, ал баяндауышта сөйлемді тиянақтап тұратын мүшені атаймыз. Бастауыш кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді, ал баяндауыш қай сөз табынан болса, сол сөз табының сұрағына жауап береді. Енді
келесі сұрақта сөйлем мүшелерінің құрамына қарай бөлінетін түрлерін ата. Бұл жерде бізде әрқайсысына мысал келтірілген, иә. Сөйлем мүшелері құрамына қарай дара, күрделі және үйірлі болып үшке бөлінеді. Дара сөйлем мүшесі дегеніміз толық мағыналы бір сөзден болады. Мысалы, аман жиналғандармен қысқа амандасты. Сөйлемдегі әрбір сөйлем мүшесі бір ғана сөзден құралып тұрған дара мүше болып тұр. Енді келесі күрделі сөйлем мүшесі. Күрделі сөзден тұрақты тіркестен не сөз тіркесінен шылаулы сөзден құралады. Мысалы, еңбек ірі Ыбырай Жақаев 2 рет алтын жұлдыз медалымен марапатталған еді. Енді келесі бізде үйірлі мүше кемінде 2 не одан да көп сөзден құралып, бастауыштық, баяндауыштық қатынастан тұратын бір сөйлем мүшесінің қызметін атқаратын сөздер топ болып саналады. Үйірлі мүшелер көбінесе бар, жоқ, аз, көп тәрізді сөздерге және сын есімдер мен есімше тұлғаларына аяқталады. Мысалы, білімі көп адам жерде қалмайды. Білімі көп қандай адам? Адам үйірлі анықтауыш. Сөйлемнің 5 мүшесі де үйірлі бола алады. Енді келесі сұрақта бірыңғай мүше деп қандай мүшені айтады? Оның күрделі мүшеден өзгешелігі неде? Бұл жерде сөйлемнің бірыңғай мүшелері бір сұраққа жауап беріп, бір ғана қызмет атқарып, бір ғана мүшемен байланысатын 2 не одан көп мүшелер сөйлемнің бірыңғай мүшелері деп аталады. Бірыңғай мүшелер барлық сөз таптарынан жасалады және олардың арасында үтір қойылады. Мысалы, радио, теледидардан берілген ақпараттарды жиі тыңдаймын. Сырым қолбасшы, батыр, шешен болған екен. Яғни бұл жерде қолбасшы, батыр, шешен. Радио, теледидардан деп тұр. Ауа тып-тынық, жібектей жұмсақ. Ауа тып-тынық, жібектей жұмсақ. Жусан, ебелек, езен, мал жейтін шөптер. Енді келесі тапсырма шығармашылық үзіліс. Ойлан тап. Бөлмеде бір топ бала отыр. Олар көрме ұйымдастырып, сөз жарысын өткізді. Қазақтың ұлы жазушысы кім деп сұрады Еркінжан. Абай деп жауап қатты Алихан. Дұрыс, бірақ Абай ұлы ақын ғой деп келіспеді Талғат. Олар ұзақ дауласты. Ақыры жауабын мына сурет арқылы шешті. Сөредегі кітаптарды ұлы жазушының тегі шығатындай етіп орналастыр деп тұр. Яғни бұл жерде бізде бірінші ә, келесі о, келесі е, з, о, в. Демек, бұл жерде Мұхтар Әуезов деген тегі Әуезов шықты, енді аты Мұхтар Әуезов екен, қазақтың ұлы жазушысы. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Егер сұрақтарыңыз болса, сообществоға, комментарийға жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін.